Байзақтағы жарылыстан кейін үкімет басшысы 2 ай ішінде 124 нысанды, оның ішінде 106 тұрғын үйді қалпына келтіруді тапсырған болатын. Жұмыс барысы қалай орындауда? Толығырақ әріптесім Гүлнар Тайжан тарқатсын. Бүгінде Қайнар ауылында құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Тиісті мамандардың айтуы бойынша жұмыс 60%-ға тәмам. Қараша айында тұрғындар өз баспанасына оралады дейді. Өздеріңіз көріп тұрғандай мына шатырын жауып жатыр. Енді біршама уақытта, бір айға жетпей, енді осы жұмыстар толық аяқтап та қалады. Енді бұл жұмыс осында атқарып жатқан 5 мердігердің де жұмысы қарқынды. Алғашқыда жарылыстан үркіп тұра қашқан халық баяғы тіршілігіне қайта оралды. Күздің салқында жабындыда тұру өте қиын. Белгіленген қараша айына дейін өз үйімізге кірсек деген тілегі бар халықтың. Ол үшін мамандар аянып қалып жатқан жоқ. Жұмысшылардың күші жеткілікті, материалдар өз уақытында келіп тұр. Барлық материалдар қазір 100% әкеліп қойыппыз. Барлығы жақсы, жақсы істеп жатыр. Ішім сыртын бітіріп қойды, ішін істеп жатыр. Төбесін жабайын деп жатыр. Бәріне рахмет. Жақсы жұмыс істеп жатыр балалар, жігіттер ақан. Мен оған өкпем жоқ. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген еліміздің түкпір-түкпірінен көмектер легі де келуде. Мәселен, бір айға жуық уақыт бойы тараздықтар оқиға орнында жұмыс істеп жатқандарға ас таратуда. Қазақ бір-біріне осындай қиын сәтте тірек бола білу керек дейді еріктілер. Қазақстанның азаматы болғаннан кейін, өзіміз Жамбыл облысында болған нәрсе, әрқайсымыз жүрегімізді ауырту керек деп ойлаймын. Сол мақсатта біз осы ықылас ниетіміз. Енді Алла тағала қиындықты ешкімге қаламайды. Мен өзім ойымша, бұл кішкентай келген қиындыққа төзімділік, сабыр беріп, артынан үлкен берекет келеді деп ойлаймын. Гүлнар Тайжан, Еламан Жорақұл, Мейірбек Сауранбай, Тараз 24.